Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге Бекзат. Бүгін мен үй жағдайындағы мантыны сіздермен бірге дайындайтын боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар, және де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға ұнымызды салып, одан кейін бір жұмыртқа қосып, жылы суымызды дайындап аламыз. Одан кейін жарты қасықтай тұзды салып, жұмсақ қамырды илеп шығаратын боламыз. Бізде мантының қамыры мықты қатты немесе мықты жұмсақ болмауы тиіс. Сондықтан орташа қамырды илейтін боламыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді осылайша қолдың көмегімен қаттырақ басып, бұл қамырымызды 15-20 минутқа тындырып, демалдырып қоямыз. Енді біз ішіне салатын салмасын дайындайтын боламыз. 1 келі сиыр етінен тартылған фаршқа 1 килограммдай жуа қосамын. Өйткені жуасы көп болған сайын мантымыз дәмдірек болады, сулы болып, сочный болып шығады. Сондықтан жуасы көп болғаны дұрыс. Содан кейін мен мантыға 3 түйір картопты қосатын боламын. Сіздер қоспай-ақ қойсаңыздар да өз еріктеріңіз. Мінекей, енді осының үстіне тұз салып, одан кейін бұрыш саламыз. Дәміне қарай шамамен осылай жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Және де фарштарыңыз майлы болса, май қосудың керегі жоқ. Ал если фарштарыңыз құрғақтау болса, шамалап май құйғандарыңыз жөн. Енді осылайша барлығын жақсылап араластырып аламыз. Неге араластырдым. Енді біз мана қамырымызды жайып, және де 4 бұрышты қылып кесіп, осы салманы салып, отта 40 минутқа пісіріп алатын боламыз. Мінекей 4 жағын біріктіріп, 2 жағынан осылайша қосып, әдемілеп мантыны түйеміз. Мінекей біздің мантымыз дайын болды. Сіздерге ұнап жатса, комментарий қалдырып, лайк басып, және де каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да рецепттермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.